Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі бір жасағынан шығатын, барлық жанға ұнайтын кереметтей пахлава әзірлейміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен пахлавамызды жасау үшін бізге қажетті заттарымыз: үй температурасына тұрған сары майымыз, жұмыртқамыз, қаймағымыз, ұнымыз, жаңғағымыз, және пахлавамыздың бетіне қойғанға жаңғағымыз, шекеріміз, қопсызғыш разрыхителіміз, шым тұзымыз қажет. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағын бөлек қойып, сарысына үстіне қаймағымызды, үй температурасына тұрған сары майымызды салып, жақсылап венчигімізбен араластырамыз. Бір келкі болғанша үстіне електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, үстіне разрыхитель қопсызғышымызды қосып, жақсылап венчигімізбен араластырамыз. Венчигімізбен араластыру қиын болғандықтан қолыммен ұнын сала отыра жұмсақ қып қамырымызды илеп аламыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды илеп дайындап алдым. Өте жұмсақ болады қамырымыз. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ. Қамырымызды дайындап алдық. Енді пакетке салып бөлек қойып қоямыз. Пахлавамыздың салмасына ортасына қойғанға жаңғағымызды блендерлеріңіз болса блендермен, немесе осылай мен сияқты оқтаумен майдалап езіп алыңыздар. Неғұрлым майда қылсаңыздар, соғұрлым әдемі көрінеді пахлавамыз. Осылай мен сияқты өте майда қылып, қараңыздаршы қандай майда. Осылай жаңғағымыз майдалап алдық. Енді қамырымызды ұн себе отыра 3 бөлікке бөліп алдым. Біреуін сәл үлкен қып бөліңіздер, қалған екеуін кішкентай қып. Бір қамырымызды, екеуін бөлек қойып, бір қамырымызды жайып аламыз. Пахлавамыздың ортасын осылай жайып алып, листімізге орналастырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Сонда пахлавамыздың ортасы піспей қалды деп уайымдамайсыздар. Бірінші ортасындағысын пісіріп аламыз. Тегістеп листімізге орналастырғасын. Құрамына разрыхитель қопсызғыш болғандықтан көтеріліп кетпеу үшін вилкамен тесіп шығыңыздар. Қызып тұрған пеште сәл қызарғанша пісіріп алыңыздар. Енді жұмыртқамыздың ағын алып, шым тұзымызды салып, миксерлейміз. Жай жылдамдықтан бастап жоғарылата отыра, шекерімізді барлығын бірден салмай, бөліп сала отыра миксерлейміз. Массамыз 2 есеге ұлғаяды. Осылай шекеріміздің барлығын салып, ақ пена болғанша жақсылап миксерлейміз. Қараңыздаршы, қандай көтерілген массамыз. Әрі әдемі көрінеді. Осылай миксерлеп алдым. Қою әдемі болады. Енді майдалап алған жаңғағымызды ортасына саламыз. Астына үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша, мейіз ұнатсаңыздар мейізді қосуға болады. Мен бірақ біз ұнатпайтын болғандықтан қоспадым. Осылай дайындап қойдық. Енді үлкен қамырымызды алып, листімізден шығып тұратындай қып, бір келкі болғанша жайып аламыз. Осылай жайып алдым. Енді листімізге орналастырып, листімізден шығарып барып төсеңіздер. Осылай жайып алдық. Енді салмамызды саламыз. Бір келкі қып, тегістеп төсеп шығамыз. Жаңа ортасын пісіріп алған қамырымызды саламыз. Менікі сәл күйіп кетті. Негізі сәл қызарса болды. Осылай салмамыздың барлығын салып, тегістеп төсеп алдық. Енді үшінші қамырымызды жайып, үстіне орналастырамыз. Бетіндегі мен астына қамырды біріктіреміз.
артық қамырларды алып тастамаңыздар. Осылай біріктіріп, өріп шығамыз. Пахлавамыз әдемі көрінеді. Осылай өріп шығыңыздар. Өте оңай, қамырдың үстінен бір-біріне қайтара отыра, баса отыра осылай өріп алдым. Енді жұмыртқамыздың тек сарысын ғана бетіне жағып алыңыздар. Барлық шетіне қып-қызыл әдем болып шығады пахлавамыз сонда. Енді пахлавамызды кесіп дайындаймыз. Ол үшін мен бетіндегі қамырын ғана жайлап пышағымызбен із қалдыра отыра кесіп алдым. Осылай кесіп дайындап алдық. Енді жаңғағымызды барлығының бетіне қойып шығамыз. Міндетті түрде пештеріңізді қыздыруға қойыңыздар. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылай қойып дайындап алдым. Енді пешімізге саламыз. 15-20 минуттан кейін алып 15-20 минуттан кейін мен алып пышағымен осылай пышақпен баста із білдіріп алғаны астына дейін кесіп дайындап алдым. 180 градуста пісіресіздер. Осылай кесіп алдық. Енді пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп шықты пахлаваларымыз. Бетіне жылтырап тұру үшін миодымызды жағып шығамыз. Ыстықтай жағыңыздар. Қараңыздар, қандай әдем болды. Осымен пахлавамыз дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Барлық жанға ұнайды. Өте әдемі болады. Әрі бір жасағаннан шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.